Сәлем достар, мен Сағадат, бұл менің блогым. Және мен Нұрғасыр. Алдыда қандай мереке келе жатқанын білесіңдер ме? Қандай? Я, дұрыс, ол аналардың мерекесі, 8 наурыз. Сендер сыйлықтарыңды дайындадыңдар ма? Ал біз Нұрғасыр екеуміз қазір таңдаймыз. Ауыр екен. Мүмкін осы кітапты алармыз? Жоқ, мен анама осы кітап ұнамайтын сияқты. Жарайды, басқа сыйлық қарайық. Ал, мынау ше. Жоқ, мынау балаларға ғой, мынау кішкентай. Ал трансформер ше, анам ұнамаса өзіме қалдырамын ғой. Жоқ, бәрі ойыншықты анан алып береді ғой. Ал сен ананы сыйлық жасасай. Жарайды. Қарашы, осы жақтың барлығы өз қолымен жасайтын ойыншықтар ғой. Шынымен. Ал мүмкін мұнан алармыз? Саған ұнай ма? Я, маған ұнайды. Онда маған да ұнайды. Кеттік ендіше, ашайық. Әкел көмектесейін. Ашуға күшім жоқ менің. Ашайық енді бұны. Енді біз қорабын ашып жатырмыз. Қорабы өте дәу. Міне бізде мұнда қағаздар бар, тақтайшалар бар, Нұсқалық бар. және сурет салатын, отпен салатын қалам. Болды, енді кірісейік. Бұл қаламды ұстағанда ата-аналарыңның көмегінсіз ештеңе жасамаңдар. Себебі қолдарыңды күйдіріп алулары мүмкін. Ал енді сурет салуды бастайық. Абайла, қолыңды күйдіріп алма. Әдемі болып шығып жатыр. Қай ойлайсың, анамызға осы сурет ұнайды ма? Әрине ұнайды. Бұл өзіміздің қолымыздан жасаған сыйлық қой. Дұрыс айтасың. Осындай ыстық затты қолда ұстағанда қауіпсіздік ережені сақтаңдар. Бұның басын ұстауға болмайды, себебі ол қатты ыстық, үтік сияқты. Осы кемеге отырып, анаммен бірге саяхатқа барсам ғой. Ой, қызық болатын еді. Мен де барым келеді. Егер саяхатқа барсан, сен қай жаққа барар едің? Мен кемемен Африкаға немесе Америкаға баратын едім. Ал мен болса, мен судағы бар дүниеді аралайтын едім. Ал Африкада банандар және маймылдар, пілдер өте көп. Олардың көптілігі соншалықты тіпті пілдерді машина ретінде қолданады. Шын ба? Я? Сағадат, сен пілге мініп көрдің ба? Жоқ, мен ешқашан мінбегенмін, бірақ өз көзіммен көргенмін. Мен де мініп көрмедім, бірақ жазғы демалыста мініп көремін. Ал сендер, достар, жазғы демалыста не істейсіңдер? Біздің салған кемеміз анамызға ұнап қалса ғой. Неге ұнамайды деп бересің? Ұнайды әрине, себебі бұл өзіміздің қолымыздан жасалған сыйлық қой. Қайта қуанады. Сен дұрыс айтасың. Басында екеуміз де оңай деп ойладық. Я, бірақ бұл өте қиын. Бірақ маған осыны ұстауға болмайды, әйтпесе қолымды күйдіріп аламын. Мен әлі 8-демін. А сен менен үлкенсің. Сол үшін маған ұстауға болады. Я, сен шын айтасың, анамызға ұнайды. Айттым ғой саған, ұнайды деп. Жақсы салғатсың. Рахмет.
Міне, біз осындай сыйлықтар дайындадық. Осы жолы біз аналарымызға осындай сыйлықты жасадық. Аналар, Әжелер, әпкелер, қыздар мерекесі құтты болсын. Нұрғасыр, сен енді өзіңнің әпкелеріңді, анаңды қалай құттықтайсың? мен тақпақ айтамын. Мен айтамын тақпақ, анамды мақтап. Менің анам әдемі, менің анам әппақ. Мен ауылға барамын, әжем тілін аламын. Қонаққа алып кеткенде үйді бағып қаламын. Сіздерден өскен балалар, батырлар мен ғалымдар. Құттықтаймыз мейраммен, құрметті аналар. Міне, Нұрғасыр сияқты тақпақ айтыңдар, немесе мен сияқты сурет салыңдар. Ең бастысы өз қолдарымен салыңдар. Кездескенше. Чао!